Ярвинен, Окунен және Гульбенің патшалық хикаялары. Ярвинен сөзін былайша сабақтады. Мен бір кездері көше кезген қара сирақ кедей баласы едім. Қазір болса, көпшіліктің алдына шығып, отанымның көркеюі үшін қосып жатқан үлесімді мақтана ауыз толтырып айтатын жағдайға жеттім. Осындай жетістікке жеткенім үшін бала күнімде ойда жоқта қатысып, тыңдаушысы болған семинарға алғысымды білдіремін. Сіздерге түсінікті болу үшін бәрін басынан бастайын. Сөзімнің басында айтып өткенімдей, базардың бір бұрышынан сатып алған кішкентай дүкенім бар болатын. Осы дүкенде күні бойы тоқаш пен тәттілер сатам. Күндердің күнінде айна қатесіз қайталана беретін саудагерлік өмірімнен жалығып, не істерімді білмей, рухани күйзеліске түсе бастадым. Дәл осы тұста біздің қыстақ тұрғындарының басын қосып пайдалы кеңестер беретін семинар ұйымдастырып жүрген көзі ашық, көкірегі ояу бір адам келіпті деп естіп, елең ете қалдым. Ол жерге өз жарнамасында асып үлгеріпті. Жарнамада былай жазылған: жас демей, кәрі демей, сауатты, сауатсыз деп бөлмей, баршаңызды бас қосуға шақырамын. Бар өмірімді біздің сүйікті суы миымыздың өркендеуі мен дамуына арнадым. Менімен өткізген бір сағат сіздер үшін және отанымыз үшін бірнеше жылдық пайдасы бар кеңестер алуыңызға үлес қосады деп үміттенемін. Шынымды айтсам, бұған дейін мен біраз конференцияларға қатысқан болатынмын, бірақ ешбіріне көңілім толған емес. Себебі мен барған конференцияларда шығатын адамдар менің ойымша мінберге шығуға лайық еместей көрінетін. Себебі бұлардың біріншісі аузында бір тісі қалмаған, айтқандарын өзінен басқа ешкім түсінбейтін дін өкілі болса, екіншісі бұдан да сорақы. Олар жиналған көпшілік алдына шығып алып өздерінше қызықтырамыз деп халыққа арзанқол әңгімелер айтып, өздері сайқымазаққа айналдырған жастар. Үшінші топ болса білім министрлігінің қызметкерлері. Олардың көздегені қарабастың пайдасы. Ел арасына келіп жиын өткізгендер үшін алатын іссапар ақысы үшін келіп кететіндей көрінетінде тұратын. Ондайлардың айтқан сөздері де тұшымсыз шығатын. Бұл жолғы конференцияның жарнамасы тек мені ғана емес, біраз адамның көңілін елеңдеткені рас. Соның дәлелі болса керек, межеленген уақытта жиынға келген адам залды лық толтырды. Мен де жиналған көпшіліктің қатарында едім. Бұл конференция менің рухымды тербеп, көңіл көзімді ашты. Өмірдің шын мәніндегі мақсаты мен мағынасын түсіндіріп берді. Конференцияны ұйымдастырып, ел алдына мінберге шыққан адам Робинзон Крузоны мысалға ала отырып, сөзін кеңінен сабақтады. Оның сөздері Сократтың пәлсапасына ұқсап кетті. Мінберде тұрған отауызды орақ тілді бұл адамның пәлсапалық ой толғамдары жиылған қауымды еріксіз өзіне баурады. Себебі ол терең мағыналы пәлсапалық ойды үлкендер түгілі балалардың өзіне түсіне алатын қарапайым әрі көркем айшықты тілмен баяндап берді. Адамзат қауымы үлкен бала секілді. Адамдар өз араларында туындаған даудамайды ұрыс-керіспен айқаймен шешеді. Осылайша өмірдің құндылықтарын арзандатып алып жатады. Робинзон жайлы шығарманы білетін боларсыздар. Тым құрығанда оқымасаңыз да естіген шығарсыздар. Оқығандарыңыз қашан оқығандарыңызды естеріңе түсіріңіздер. Бала кездеріңізде оқыдыңыздар, солай ғой, ә? Көбінесе Робинзон хикаясын балаларға арналған шығарма деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Менің ойымша бұл кітап болашақта өзін мойындатқысы келетін, дамудың даңғыл жолын тапқан адам, әрбір жас мемлекет үшін жол көрсететін пәлсапа кітабы. Робинзон әлемдегі қаһармандардың ішіндегі ең үлкені, ең мықтысы. Керек десеңіз, оның қаһармандығы Цезарь мен Наполеоннан да асып түспесе кем емес. Себебі ол мәдениет қаһарманы, ерекше төзім мен сабырдың шынайы да жанды символы. Робинзон Крузо адамдарға Англия мен Солтүстік Американың күш-қуатының сырын түсіндіретін кілт. Робинзон жер бетіндегі қуаныш пен бақыттың өкілі. Оның пәлсапасы Шопенгауэрден 100 есе жоғары. Ол адамзат қауымының жоғары мәдениетке қол жеткізу жолында болған рухани соғысының жеңімпазы. Бұл әлемнің иесі адамзат баласы екенін Робинзоннан үйренуге болады. Ол бізге құр сөзбен емес, жанды мысалдар арқылы, өз іс-әрекеті арқылы үлгі бола білді. Ол адамның ақыл-ойы, сана-сезімі, күшті ерік-жігері, табиғаттағы қараңғылық атаулыға қарсы тұра алатынын, рухани сырқатқа душар болған сана-сезімдердің сандырақтарына мойынсұнбау қажеттігін айтады. Бір сәтке Робинзонның басына келген жайтты ойлап көрейік. Алапат теңіз толқындары кемені парша-парша қылып бөлшектеп жатыр. Жан-жақта өмір сүруге мүмкіндік беретін бір уыс топырақ та көрінбейді. Айнала ұшы-қиыры жоқ телегей теңіз. Кеменің барлық жолаушылары теңіздің тұңғиығына батып жоқ болған. Тек жалғыз
жас бала ғана кемеден қалған ағашқа жабысып, жан сауғалап аман қалған. Толқын оны жалаңаш күйі адам баласы аяқ баспаған аралға шығарып тастаған. Робинзон қиналғанына қарамастан үмітсіздікке салынбай кеменің қалдықтарын аралға сүйреп әкеліп, ағаштан өзіне үйшік жасайды. Бидай егеді, жабайы ешкілерді қолға үйретеді. Аралға келген соң жердің жабайы адамдарын ұстап алып, онымен достасып, оларды өзіне көмекші қылады. Қысқасы, адам аяғы тимеген бос аралда адамға тән тіршілікпен күн кешеді. Жалғыз өзі, жап-жас балаң жігіт. Айдалада, аралда. Құрметті мұғалімдер, поптар, әкімдер, инженерлер, адвокаттар, жас суомидің кішкентай балалары, ертеңіміздің бәйшешектері. Сіздер де өз ұлтыңыздың бір-бір Робинзоны болғыларыңыз келмей ме? Ол айдаладағы аралдың қақ ортасында адам етін жейтін жабайылардың өзін тәрбиелеп, оны өзіне дос қыла білген. Ал сіздер болсаңыздар, үлкен қалаларда, жоғары мектептердің, баспасөздердің, театр мен мұражай сынды мәдени ошақтардың түбінде тұрып, ұлтымыздың мыңдаған тұлғалары туралы олар надан, жабайы, маскүнем деп шағымданасыздар. Бір сәт Робинзонның орнына өздеріңізді қойып көріңіздер, деп жалынды сөздерімен бәрімізді терең ойға батырды. Ярвинен еш тоқтамастан сөзін жалғастырды. Бұл конференция менің көзімді ашты. Қиялыма қанат бітірді. Жан дүнием алай-дүлей күй кешіп, ішімде үлкен адам болуға деген құштарлық оянды. Біздің кішкентай суоми үшін мен де бір пайдалы іс жасайын деген ой келді. Бірақ мен жалғыз өзім не істей аламын? Бар жоғы нан сатушымын, мен сияқты тоқаш сататын жас жігіттің қолынан не келеді? Өзіммен бірге жиынға 3 досымды ерте барғанмын. Өз ойымды сол достарыма айттым. Алғашында олар маған қарсы шығып, пәлендей қолдау көрсете қоймады. Олардың бірі терімен айналысса, бірі темір ұстасы. Үшінші досым жұмыртқа сататын. Конференциядан қайтар жолда олар әрқайсымыз бір-бір қаһарман емеспіз бе? Біреуіміз жұмыртқа сатамыз, енді біріміз терімен айналысамыз. Сен болсаң балаларға тәтті тоқаш сатасың. Біз қалай Робинзон болмақшымыз? Деп сөздерінің соңын күлкіге айналдырып жіберді. Дәл осы сәтте мен шабыттанып, сендер не деп тұрсыңдар? Мен тоқаш сатып, өз ісімнің бір Робинзоны неге болмасқа? Тек тәтті нанды сатумен ғана шектелмей, елімізде бала арасын бағуды қолға аламын. Сонан соң уақыт өте келе жай ғана тәтті тоқаш емес, балдан жасалған тоқаштарды да сата бастаймын. Осылайша тәтті тоқаштарды тек бақуатты адамдар ғана емес, барлық қарапайым отбасының адамдары да күнделікті дастархандарында көретін дәрежеге жеткізем. Достар, мен шешімімді қабылдадым, болашақта осы елдің тәтті патшасы боламын. Менің бұл сөздерімді естіген достарым күліп, сен сондай болсаң біз кім боламыз? Деді. Сендердің біреуің аяқ киім патшасы, екіншің жұмыртқа патшасы болуларыңа болады, дедім. Біз бірігіп жоспар жасай бастадық. Үйге келген соңда таң атқанша көз ілмей осы тақырыптарды талқылаумен болдық. Бұнан кейін не болды? Деген сұрақ көкейлеріңізде тұрған болар. Не болсын, көп уақыт өтпей-ақ бар ынта-жігерімізбен дамылсыз еңбектеніп, арманымыздың шындыққа айналғанын көрдік. Терилейтін досым ақшасын жинап, Парижге барып, өз кәсібі бойынша біліктілігін жетілдіріп келді. Ол жақта әлемге аты шыққан маркалы аяқ киімдер тігетін жерде 3 жыл жұмыс істеп, өз ісінің нағыз шебері болып оралды. Қазір 2 ұлымен бірге жеке кәсіптерін дөңгелетіп отыр. 2 ұлы да жоғары білімді. Бірі химия саласы бойынша маманданып, қазіргі Финляндиядағы ең үлкен тері фабрикасының директоры қызметін атқаруда. Акунин және ұлдары деп аталатын фирма қазіргі таңда барша Европаға танымал болды. Акунин терилейтін орындары бар. Финляндиямен қатар Европаның Акуниннің аяқ киім магазиндерінен көруге болады. Бұл магазиндерді Акуниннің кіші ұлы басқарады. Ол Германияда жоғарғы білім алған. Жергілікті париждіктер сияқты французша анық әрі сауатты сөйлейді. Әлемдік сән үлгісінің маманы ағылшын Велиахт Эдвард Акуниннің аяқ киімдерін арнайы сұраныспен алдырып киеді. Ол Акуниннің баласын әріптесі ретінде көріп, біз екеуміз бір-бір патшалықтың Велиахтысымыз. Мен ағылшын патшайымының ұлы болсам, сіз аяқ киім патшасының ұлысыз деп әзілдейтін көрінеді. Акунин және оның ұлдары деген фирма жыл сайын Финляндияда білім алған 10 шақты жасты таңдап, оларды жоғары білім алу үшін Германияның Виршхоф зертханасына, француздардың Пастер институтына, Америкада Эдисонның жанына жіберді. Акуниннің осындай жетістікке жетуі сөз жоқ, бір кездегі Робинзон туралы семинардың берген нәтижесі дер едім. Базарда себетімен жұмыртқа сататын досым Томас Гульбе де шын мәнде жұмыртқа патшасы атанды.
Ол өз елімізден басқа Англия, Франция, Германияға да танымал кәсіпкер болды. Томас Гульбе алғашында кәсібін ауыл-ауылды аралап жұмыртқа жинаудан бастады. Әрбір ауыл мен қыстақ үйлерінің есігін қағып, әр үйден 2-3 жұмыртқа сатып алып, оның орнына ауыл адамдарына кәделеріне жарайтын және оларға ұнайтын ұсақ-түйек заттар беріп, жинаған мыңдаған жұмыртқаларды шетелдерге сатылымға шығаратын. Гульбе ең балғын жұмыртқаларды таңдап, оның сапасына ерекше мән беретін. 3 күннен көп тұрған жұмыртқаны қатайып кеткен деп алмайтын. Әрбір жұмыртқада Г деген, яғни Томас Гульбе деген марканың мөрі басылатын. Бір жылдан соң Лондон, Париж және Берлиннің ең үлкен мейрамханалары Г маркалы жұмыртқаларға сұраныс бере бастады. Жол шығыны тым көп болғандықтан Томас Гульбе Финляндияның жер-жеріне бара алмайтын. Әйткенмен ол бұл кедергінің де шешімін тапты. Финляндиядағы бастауыш мектеп мұғалімдерімен хат арқылы тілдесіп, ел арасындағы мұғалімдердің көмегімен байланыс орнатты. Бұл өте кең ауқымды, бірақ өте қарапайым ғана іс болатын. Гульбе алдымен Суомиді бірнеше аймақтарға бөліп алды, әрбір аймақты Рим санымен нөмірлеп, әр аудандағы хат алысатын мұғалімдердің аттарын осы Рим санының қатарына тіркеді. Мұнан соң жұмыртқаны өткізген отбасының тегінің бас әрпін белгілей бастады. Оқушылар күн сайын сабаққа келгенде өздерінің немесе көршілерінің үйіндегі тауықтардың балғын жұмыртқаларын сабаққа ала келіп, мұғалімдеріне өткізетін болды. Мұғалім күнделікті жинаған 100 жұмыртқаларға қажетті белгілерді қойған соң, Томас Гульбенің жұмыртқа деполары орналасқан Або қаласына жолдап отыратын болды. Ол жерден жұмыртқалар бірден арнайы қалыптарға салынып, кемемен діттеген жерге жіберілетін. Осындай қолға алынған жүйелі шараның арқасында Париж, Лондон, Бреслав, Анверс, Берлин мейрамханаларында келген тұтынушыларға Г маркалы 2-3 күндік балғын жұмыртқа берілетін болды. Бұл жұмыртқалардың арасынан біреуі талапқа сай болмай қалған жағдайда 15 сәуір 7-15 М белгісіндегі жұмыртқа бұзылған деп жазылып Гульбеге хат жолданатын. Гульбе бұл хатты алысымен өзінің тіркеуіндегі мәліметтерді тексеріп, 7 нөмірлі Куопио қыстағынан 15 нөмірлі мұғалімнің М ханымнан алынған жұмыртқасы бұзылғандығына көз жеткізетін. Онан соң дереу мұғалімге болған жайтты ескертіп хат жазатын. Хатта ол 15 сәуір күні Макинен ханымнан алынған жұмыртқа ескіріп кеткен. Егер осындай жағдай екінші рет қайталанатын болса, біз оның жұмыртқаларын алмайтын боламыз, деп ескертуін талап ететін. Арада 10 жыл өткен соң Томас Гульбе Финляндияның жұмыртқа патшасы атанды. Оның Лондон, Гамбург және Финсингенде жұмыртқаларды сақтауға арналған жазда суық, қыста жылы температурамен қамтамасыз ететін арнайы деполары пайда болды. Финляндияның барлық аудан орталықтарында тауық өсіретін фермалар салып, ауыл адамдарына тауықтарды арзан бағамен сата бастады. Томас Гульбе жұмыртқа саудасымен қатар аң аулайтын құстар мен иттерді де бағып, оларды сатумен айналысты. Ол миллионер атанғалы бірнеше жылдың жүзі болды. Бұны айтып отырған себебім, ол байыған сайын, жыл сайын табыс көзінен мемлекетке де миллиондаған қаржы бөледі. Ол жылда ауыл мектептерінің кабинеттеріне 100 000 марк, ең ақылды, зейінді ауыл балаларының егіншілікті зерттеу үшін Норвегия, Дания және Швеция сынды өлкелерге барып, білімдерін арттыру үшін 100 000 марк, фин халқынан шыққан атақты ақын жазушылар мен өнер адамдарының шетелдерде зерттеу жұмыстарын жасау үшін де 100 000 марк қаражат бөліп отырды. Бүгінге дейін оның мемлекетке қайырымдылық қорына бөлген қаражаты 2,5 миллион маркты құрады. Бұл Гульбенің бар байлығының болар-болмас бөлшегі ғана. Сіздерді мезі қылмай тұрғанда Гульбе жайлы хикаяны бітіріп, өз хикаяма көшейін. Менің хикаям кішкентай тоқаш сататын баланың өсе келе қалай тосап патшасы атанғаны туралы болмақ. Жоғарыда айтып өткенімдей, Робинзон жайында конференциядан соң мен өз кәсібімнің Наполеоны болуды ұйғардым. Алдымен Финляндия, сосын Европа менің сауда императорлығыма айналады деп шештім. Бұл анау айтқандай сауатым да жоқ, мен сияқты фин баласының асқақ арманы болатын. Бірақ мен қалай да діттеген мақсатыма жетуге бел сыбана кірістім. Әуелі кішкентай шырын фабрикасын аштым. Бұл фабрика әлі күнге дейін жұмысын тоқтатқан емес. Банк директорына барып, мен бүкіл Финляндияны мойындататын тәтті патшасы болғым келеді, дедім де өз ойларыммен бөлістім. Банк бастығы менің сөзімді мұқият тыңдап болған соң, ойға алған жоспарыңызды жүзеге асыру үшін тырысып көріңіз, бізде сізге көмек ретінде біршама ақша бөліп тәуекел етейік, деді. Кәсібімнің бастамасы жаман болған жоқ. Фабрикамызда дайындалған шырын таза, қою әрі дәмі тіл үйретін.
Анау-мынау шекерден әлдеқайда дәмдеді. Бұрындары ауыл-ауылды аралап, шырынды өткізіп, картопқа айырбас жасайтынмын да, жиналған картоптан қайта шырын өндіретінмін. Арада 2 жыл өткен кезде Финляндияда 5 фабрикам іске қосылды. Мұнан соң тағы жаңа кәсіпті қолға алдым. Біздің өлкеміздің ормандарында құлпынай көп өседі. Қыста ауылдарды аралап жүріп, адамдарға мыңдаған литр шырынды қарызға таратып шықтым. Ауыл адамдары болса, жаз шығысымен қарыздарын өтеу үшін құлпынай жинап өткізетін болды. Жазда бала-шаға үлкен-кіші демей барлығы орманға құлпынай теруге шығып, жинаған жемістерін маған әкеліп өткізе бастады. Бұл құлпынайлар мен үшін сатып алғаннан гөрі кәдімгідей арзанға түсті. Бірте-бірте Финляндияның ауыл адамдары мен жұмысшылары тосапты нанға жағып жейтін халге жетті. Тосап жағылған нан тілімі көптеген отбасының түскі және кешкі ас мәзірінің айырылмас бөлшегіне айналды. Себебі менің фабрикамнан шыққан тосап тәтті, әрі бағасы да қолжетімді болатын. Келесі жылы Финляндияның орманынан жиналған құлпынайлар тосап жасауға аздық ете бастады. Ресей мен Германияға арнайы сұраныстар жібердім. Ресейден Владимировский деп аталатын танымал шие сорттар келе бастады. Ирландиядан құрамында қанты көп болатын картоп түрін алдырдым. Ауыл-ауылды аралап тұрғындарға жидек пен күнделікті ішіп жемге қажетті картоптың тұқымын таратып, оларды егіп, күтіп баптаудың әдістерін үйреттім. Осылайша бірте-бірте Финляндияның барлық жері менің егістік алқабыма айналды. Кәсібімнің осыншалық деңгейге дамығанын көрген сайын кеудемді қуаныш сезімі билейтін. Тосап пен тәттіге құмар ақын жазушылар мен өнер адамдары да маған қол ұшын берді. Олар менің әрбір жаңалығым мен қуанышыма ортақ болатын. Күндіз-түні Ярвинен тосаптарын мейлінше сапалы әрі арзан халыққа қолжетімді қылуды ойладым. Өзенде жұмыс істейтін қайықшылар, таулардағы кеншілер де менің тосаптарыммен қоректенетін. Бірде Финляндияға жол түскен бір ағылшын орманшысы қарамағындағы жұмысшылардың Ярвинен тосабын жегендерін көріп, өзі де дәмін татып, бұл тосаптар жұмысшылардан гөрі патшалардың салтанатты сарайларында дастарханның сәні болатындай тәтті екен, осыншалық сапалы әрі дәмді бола тұра арзанға сатылуының сырын түсінбедім. Сіз маған осы бағамен 50 мың құтысын бересіз бе? Деді. Мен оған әлбетте берем, тіпті 50 мың құтысын бірден алғаныңыз үшін сізге 2% жеңілдік жасаймын, дедім. Осылайша Ярвинен тосаптары Англияға жол тартты. Ағылшындардан кейін Дания, Голландия, Бельгия, Германия, Франция, тіпті Америкада да сатыла бастады. Тосап өндірісі бірнеше кезеңнен тұрады. Әр кезеңнің жүзеге асуын химия мамандары, сол істің шеберлері қадағалайды. Бұл мамандар жүйелі түрде түрлі аймақтарда болып, халықпен кездесіп, оларға картоптың, шиенің және құлпынайдың сорттарын қалай өсіріп күтіп баптау керектігі жайында ақыл кеңестерімен бөлісіп отыратын. Қазір жаз мезгілінде суық, қыста жылы температурамен қамтамасыз ететін арнайы вагондарымыз бар. Жыл сайын Мессина теңіз портынан бір кеме апельсин мен Сингапурдан лимон және бір кеме күріш сатып аламыз. Менің шырын, тосап және мармеладқа арналған құтыларым бүгінде ром, ликер және коньяк құтыларының басты бәсекелестеріне айналды. Ярвинен мемлекеттік университетінің профессорларына: сіздер менен де жақсы білесіздер ғой, қант ағзаға қажетті дәруменге бай, денсаулыққа пайдалы, қорек түрі ғой. Жақсы әрі сапалы тағаммен қоректенген халық өкілдері ішкілікке де әуес болмайды. Ащы тәттінің тәтті де ащының қасшауы болып саналады. Маскүнем адамдар тәттіге құмартпайды. Ал тәтті құмарлар болса керісінше алкогольдік ішімдікке ден қоюы екі талай. Міне, осы себепті халық Ярвинен тосаптарының құтыларын ішкілік құтыларының басты қарсыласы деп атайды. Себебі ішкіліктің құтысы босаған үйден жанжал арылмаса, әрбір тосап құтысы ауылдағы жұмысшының үйіне керісінше жақсылықтың жаршысы, жаңа өмірдің бастауындай болып кіреді. Бұл құтыны көрген баланың жүзі балбұл жанып, көңіліне қуаныш ұялайды. Отағасының бір күндік еңбекақысының ішкілікке кеткенінен әбден зәрезап болған отанасы да тосап құтысын көріп, жүзі жайнап сала береді. Мен теңіз портында Ярвинен маркалы мыңдаған тосап жәшіктерінің тиелгенін көріп, жүрегім қуаныштан жарылып кетердей бақытты күй кешемін. Әрбір тосап құтысын өзімнің әскерлерім сынды көрем. Олар халықтың бақыты мен тыныштығы үшін алыс сапарға аттанып бара жатқандай. Мен қиялымда оларды қасиетті мекенге орналастырып қойғанмын. Мен үшін әрбір тосап құтысы өзінше құнды, өзінше бағалы.
Себебі олар жай ғана тосап құтылар емес, сонымен қатар Финляндияда қажет болса, әлемнің басқа өлкелерінде де адамзаттың тату-тәтті өмір сүру үшін талпынған менің арманым мен мақсат мүддемді жүзеге асырушы бірден бір құралым. Осы күнге жетуіме кеудемдегі жастық жалынды үрлеп, сол арқылы адамзат қауымына пайдалы болуыма жол ашқан Робинзон сынды қаһарманның өмірін баяндаған кітаптың авторына қарыздармын. Сонан соң халыққа білім мен жарық шашқан сіздерге шексіз алғысымды білдіремін. Сіздер менің жүрегімнің шырағына май құйдыңыздар. Сіздерге рахмет, үлкен рахмет. Жасап жатқан үлкен істеріңіздің өтеуі жай ғана рахмет айтумен қайтпайды әрине. Сіздердің осы жолда еш мойымастан ұлы істерде үлкен жетістіктерге жете берулеріңізді тілеймін. Жалпы тарихты оқыдым. Көптеген ғалым адамдармен де пікірлес болдым. Терең ойға шомдым. Әлі де сол ойдан арыла қойған жоқпын. Менің ойымша көптеген ұлыстар әлі күнге дейін жабайылықтан арыла алмай келеді. Бірақ қазіргі жабайылық бұрынғы жабайылық сияқты емес, өзгеше. Тарихта басқалардың жерін зорлықпен тартып алған қолбасшыларға неліктен соншалықты ерекше құрмет көрсетілетінін әлі күнге дейін түсіне алмаймын. Александр Македонский, Цезарь, Наполеон және осылар сияқты мыңдаған қолбасшылар өзгелердің жерін ту талапа еткеннен басқа не істеді? Бұл шайқастардың нәтижесінде алып мемлекеттер пайда болғанымен Бұқара халыққа қаншалықты тиімді болды. Олар керек десеңіз әлі күнге дейін мұқтаждық пен аштықтың азабын тартып, өмірлерімен қош айтысуда. Мыңдаған адамдар болса, білім ғылымнан мақұрым қалып, надандықтың бешпентін жамылуда. Барлық жерде ішімдік, ұрлық, арзан көңіл көтеруге деген құштарлық пен ұрыс-керіс, жек көру, кек сақтау, тағы да басқа сияқты адамдар сыйластықтың ауылынан алыстап барады. Тарих қанша рет осы іспеттес ғибрат боларлық жайттардан дәріс берді. Қанша рет олардың қателерін беттеріне басты. Бірақ бұлардың ешбірі адамдарға ғибрат дәрісі бола алмады. Саясаткерлер әлі күнге дейін жағымпаздық пен жалтақтық ойынын жалғастыруда. Олардың бар білері мемлекеттің шекарасын кеңейту, бірақ сол кеңейген шекараның ішіндегі сана-сезім мен ождандарды жоғарылату туралы ойланып жатқандар кем-де-кем. Оған бас қатырғылар да келмейді. Біздің кішкентай суымиымыз жер көлемі жағынан үлкен емес. Өз басым еліміздің жер көлемінің кеңейгенін емес, отандастарымыздың санының күн өткен сайын арта түскенін қалаймын. Олар еліміздің жарқын болашағының негізін қалаушылары болса екен деп тілеймін. Ярвинен көпшілік арасынан мұғалімдерге ерекше ілтипатпен басын иіп сөзін тамамдады. Ярвиненнің жалынды сөздерінен соң Торстен Форстен атты ауылдың ақсақалы орнынан тұрып, «Әмин» деді. Мұнан кейін барлық жиналған көпшілікте бір ауыздан ақсақалдың айтқанын қайталады. «Әмин, әмин». Торстен Форстеннің 3 ұлы бірде Хельсинки университетінің профессоры. Өзі болса қарапайым ауыл тұрғыны. Министр мырза жиналысты қорытындылап былай деді. Ярвиненнің мынандай ақылды әрі сезімге толы шынайы сөздеріне алып қосар еш нәрсе қалған жоқ. Ярвиненнің әрбір сөзінде халықтың талап тілегі жатыр. Оның сөздерінен халықтың біздің жанымызға келіп, бізге жол көрсетіңдер деген жанайқайын естуге болады. Ертесіне барлық фин баспасөздері осы жиын жайлы жарыса жазды. Ярвиненнің де сөйлеген сөзі сол қалпында газеттерге жарияланды. Ярвиненнің бұл баяндамасы Финляндияда халық тарапынан ерекше ілтипатқа ие болып, біраз уақыт талқыланып, халықтың сауатын ашып, көкірек көздерін оятуға құлшына кіріскен еріктілердің саны да арта түсті. Қаланың бай саудагерлері болса, халық университеті үшін ғимараттар сыйға тартып, жаңадан бой көтеретін сәулет құрылыс нысандарына қомақты қаражат бөлді. Көптеген мұғалімдер, әкімдер, адвокаттар мен дәрігерлер күн сайын кешкісін шайханаларда бас қосып, карта мен домино ойнаудан, ішкілік ішуден саналы түрде бас тартып, қолдарына кітап ала бастады. Халықтың көзін ашу алдымен өздері білім көкжиектерін кеңейтіп алғанды жөн санады. Осылайша халықты жақсылыққа үндейтін сауатты семинар беруші азаматтар жер-жерде көбейе бастады. Барлық жиналыстар мен сауық кештерінен, мейрамханалардан түскен қаражатқа халыққа пайдалы кітаптар алынып, ауыл аймақтарға таратыла бастады. Белгілі бір тақырыптардың тізімі жасалып, осы тақырыптар аясында көркем шығармаларға бәйге жарияланып, ең жақсы жазылған шығарманың авторлары ерекше марапатқа ие болды. Жазушылардың кітаптарының баспадан шығуына қаржылай демеушілік жасалды. Бұл кітаптардың арасында қарапайым халыққа көбірек пайдасы тиетін шығармалар арзан бағамен сатылып, халыққа қолжетімді болуы қадағаланды.
Өмірінің соңғы жылдарында Снеллман достарымен әңгіме дүкен құрып отырып, қазіргі Финляндия мен балалық шағымның Финляндиясын салыстырсам, көз алдыма мынадай көрініс елестейді. Барлық терезелерін қымтап жауып тастаған иесіз қалған үй, мұндай үйді көрген адамның көңілі құлазып, айдалада қалған жандай жетімсіреген күйге шет. Іші тастай қараңғы, ауасы тар, қабырғалары көгеріп дымқылдана бастаған бұл баспанадан гөрі мазарды еске түсіреді. Енді бір сәтке осы үйдің жанынан бір топ батыл, қайратты жастар келе жатқан елестетіңіз. Олардың барлығы көңілді. Жастар әлгі үйге кірісімен перделердің бәрін алып тастап, терезелерді айқара ашады. Сол-ақ екен, үйдің іші күн сәулесімен нұрланып, таза ауа кіріп, аңқыған гүлдің иісі бөлмелерге тарайды. Үйдің ішіндегі зат атаулыға жан біткендей. Ғимараттың қабырғалары кеңейіп, әсемденіп, жайнап, жасарып сала береді. Бөгде адамдар болса, көз алдарында әп-сәтте құлпырып шыға келген үй ғимараттарына алыстан тамсанып, таңдана қарайды. Міне, мысалдағы үй сияқты рухани қамауда қалған қоғамның аудан орталықтары мен ауыл аймақтарында да ұмыт қалған қалтарыстарға оң өзгертулер енгізуге болады. Тек ол үшін рухтары ояу және төл мәдениетінің дамуы үшін қажыр қайратын аямай еңбектенетін, төзімді, шын мәнінде қаһарман адамдар қажет, деді. Ауыл адамы, жұмысшы және өнер иесі. Снеллман бала кезден және университет қабырғасында жүргенде ұлтқа қатысты мәселелер мен қоғамда болып жатқан жайттардың билік сарайындағылардың түсінігіне орайластырып талданатынына және солай қабылданатынына іштей наразы болатын. Себебі барлық оқулықтарда патшалар мен олардың жанындағылар, ақсүйек отбасылардың өз араларындағы болған дау-жанжалдар, қала берді, барондар мен генералдар жайлы жан-жақты мәлімет беріліп, кітаптың соңғы бірнеше бетінде ғана жазушылар мен өнер иелері жайында олардың өмірі жайлы болмашы мағлұмат берілетін. Соғыстар, сарай ішінде болған құйтырқы әрекеттер, дипломаттардың қулықтары, қасақана жасалған қастандықтар мен қиянаттар үтір нүктесіне дейін баяндалатын. Тарих пәнінің мұғалімдері де тек осы тақырыптармен шектелетін. Бірақ ғасырлар бойы түрлі мемлекеттерде өмір сүрген қарапайым халықтың қалай күн кешкендігі жайлы миллиондаған ауыл адамдары, мыңдаған өнер иелерінің өмірі мен өнегелі істері тарихтың шеңберінен тыс қалып жататын. Халықтың сана сезімінің жоғарылай түсуін қалайтын адамдар өте аз болған. Дәлірек айтсақ, ұлт өкілдерінің материалды және рухани өмірінің жақсаруына және жоғары сатыға көтерілуіне бас ауыртатын адам бола қоймаған. Егін мен бақшаның күтімін, жануарларды баптап бағу, кірпіш, қағаз және түрлі тауар өндірістерін дамытуда әжептәуір тер төгілгендігі көрініп тұрады. Бірақ миллиондаған адамның рухын, көңіл күйін, денсаулығын, күнделікті қорегі мен тұрмыс тіршілігін жақсартуға айтарлықтай көңіл бөлінбеген. Бұл мәселелердің шешімі қарапайым халықтың өз мойнына жүктелген. Құтты халықтың тұрмыс тіршілігіне жауапты ешкім жоқ және болмаған тәрізді. Әрдайым барлық жерлерде қарапайым халық сабыр мен төзімділік көрсетуге мәжбүр. Қиыншылықтар мен жоқшылықтарға төзіп, күн кешу қарапайым халықтың міндетіне айналған. Қит етсе, халықты кінәлап, оны мейлінше төмендетіп басып отырған. Бұл барлық жерде халық турасында мына сөздер айтылатын болған. Халық маскүнем, жалқау, еңбек етуге құлықсыз, қатыгез, ашкөз, тағы да сол сияқты. Енді бірде өз сөздеріне өздері қарсы шығып былай дейді. Халық қиыншылықтарға сабыр мен төзімділік таныта отырып, өздерінің ұлылығын паш етуде. Аш-жалаңаш, суықта тоңып, жайсыз баспаналарда өмір сүрсе де шағымдануды білмейді. Халықтың осындай шыдамдылығы мен төзімділігі туралы бар ынталармен жарыса айтып, олардың бұл қасиеттерін діни сенімнің жоғарғы деңгейіне балайды. Онсыз да осылай айтып христиандықты сабыр мен төзімділік көрсететін дінге айналдырған жоқ па? Снеллман сабыр мен төзімділікті бар ғибадат деңгейіне көтергендер үшін халыққа да, халықты осы халге түсіргендерге де қатты ашуланатын. Ең үлкен жоқшылық пен бассыздықтарға халықты сабырға шақырған зиялы қауым өкілдеріне ашуланатын. Осындай жайттарға үн-түнсіз көнбістік танытып келе жатқан туған халқына да наразылығын жасырмайтын. Халықтың самарқаулығына, өмірде кездесетін материалды және рухани келеңсіздіктермен бірге өз құқықтарының желінуіне жол беріп, маскүнемдікпен күн кешкендеріне ыза болатын. Снеллман кейде қатты ашуланып, халқына миллиондаған адамдар хайуан тәрізді өмір сүріп жатыр. Кір, лас, жеркенішті. Олардың бар білетіне ас ішіп, аяқ босату. Артынша сабасына түсіп, бұл пікірін былайша айқындай түсетін. Бірақ бұған тек халық қана кінәлі ма? Бұл халықтың басына төнген қауіп,
мұның соңы жақсылыққа апармайды. Снелман халық пен билікті былай салыстыратын: бақша мен орман. Бақшаның ішіне жолдар салынып, екі шетіне топырақ төселіп, гүлдер мен жеміс ағаштары отырғызылған. Ашық алаңқайда күнделікті суарып, уақытылы қырқылып, әдемі қалыпқа келтіріп отыратын жап-жасыл шөп өсіп тұр. Шегір гүлдер гүлдеп, бақшаның ішін одан сайын көріктендіріп құлпырта түскен. Жан-жақта орнатылған субұрқақ та көрген жанды сүйсінткендей. Әр жерде ескерткіштер орнатылған. Жолдың шетіне адамдар дамылдап, тынығулар үшін арнайы жұмсақ дивандар қойылған. Бұл жердегі гүлдің әр талы мен тұқым түйірінің өніп көктеу үшін бірнеше адамның еңбегі сіңгені көзге көрініп тұр. Енді ойша орманда тамашалап көрейік. Бұл жердегі көрініс мүлдем басқаша. Ағаштар мен өсімдіктер күтімсіз, қараусыз қалған, жабайы. Ағаш тұқымдары желмен қай жерге түссе, сол жерге өсіп шыға берген. Осының салдарынан орманның ішінде адам жүретін жалғыз аяқ жол шыға қалса, ол да жай ғана сәйкестік болуы мүмкін. Мұндай жолдарды ашып, адам жүретіндей дәрежеде болуын қадағалап жатқан жан жоқ. Халық болса орманға ұқсайды. Егер қадірін білетін адам табылып, орманды қорғауға атсалысады. Халық та зиялы қауым өкілдері сияқты адам баласы. Олардың да арасында ақылды, қабілеттілері бар. Олардың бойларында ең жоғарғы деңгейдегі рухани дамуға деген бейімділікті оятып, дамыту үшін күнделікті және рухани азықпен қамтамасыз етіп, жағдай жасалу қажет. Снелман барлық ауыл адамдарын, жұмысшыларды, өнер адамдарын, бір сөзбен айтқанда халықты барынша жан-жақты тәрбиелей отырып, оларды дұрыс жолға бағыттауды өзінің ең басты мақсаты деп білген. Ол Финляндияда білім мен тәрбие саласын дамытуда ерен еңбек сіңірген тұңғыш ұлт зиялысы. Ол барған жерінде мынадай үгіт-насихат айтатын: туған өлкеміздің басым бөлігінің сауатсыздық пен надандыққа күн кешіп жатқанын көре тұрып, үнсіз қалу бізге жараспайды. Мәдениеттің нұрына бөленген адамның өз ұлтының болашағына бейқам қарауы ұлтына жасаған қиянаты болып есептеледі. Мемлекет дегеніміз жоғарғы қабатының терезелері кең, еңсесі биік, ауасы тап-таза, іші жап-жарық, ал төменгі қабаты мен шатыры болса тас түнек, қабырғасы дымқылданып көгере бастаған тар және терезесі жоқ ғимаратқа ұқсамауы тиіс. Халықтың басым бөлігінің төл мәдениетінен мақұрым қалуы зұлымдықпен пара-пар. Бұл мемлекеттің түбінен шіріп, жоғалуына әкеп соқтырады. Ең жақсы, ең сапалы 10 миллион ағашы бар орманды елестетіңіздер. Бұл орманға еш көңіл бөлінбей, дер кезінде тазалық жұмыстары жүргізілмей, қараусыз қалатын болса, ондай орманнан не пайда? Үлкен ағаштардың бұтақтары дауылдарға шыдас бермей сынып, ақырында жаңбыр суымен шірісе, уақыт өте келе орманның орнында белшеден балшық пайда болады. Осылайша саф, таза ауасы бар орман жүздеген шақырымға дейін созылып жатқан безгек аурудың қоздырғышы мекен ететін балшыққа айналмай ма? Мені дұрыс түсініңіздер, мемлекетіміздің әрбір жұмысшысы біздің баға жетпес байлығымыз. Оның күнделікті ішіп-жемі мен басқа да шығындарын есептеп, жақсы шарттарда жұмыс істеуіне жағдай жасалу керек. Еліміздегі маскүнемдер дұрыс тәрбие алғанда әрқайсысы ұлтымыздың болашағы үшін таптырмас жұмыс күші болар еді. Снелман Еуропаға сапары барысында басынан өткен оқиғаны баяндады. Ол Берлинге барған кезде Австралияның атақты жазушысымен танысады. Жазушы шыққан тегі бойынша таза словакиялық болғанымен шығармаларын тек неміс тілінде жазады екен. Осыған дейін газет беттерінде жарық көрген сансыз мақалалары мен кітапшаларында австралиялық немістердің Галицияда, Моравиядағы чехтар мен словакиялықтарға, сербтер мен хорваттарға үстемдік жүргізуін дұрыс деп есептемейтінін жазған. Ол өз мақалаларында словакиялықтардың мінезі өте бос, әйелдер сияқты, жаратылыстарынан жалқау, көп жылдар бойы басқалардың боданы болғандықтан өздіктерінен жұмыс жасауға құлықсыз және өмірлерін енжарлықта өткізгенді ар санамайды. Олар сауда-саттық жасағанда көп адамдарды алдайды, көбісі қулықпен өмір сүреді. Жеңіл табыс көздерін іздеп, тапқан таянғандарын оңды-солды шашқанды ғана біледі. Менің ойымша, бұндай халыққа немістердің тәрбиесі қажет. Словакиялықтарға қарасам, жұмсақ иісі шығып кеткен қойдың терісі есіме түседі. Оларды немістердің терилеушілерінің қолына тапсыру керек. Немістер оларды таза, жылы тонға айналдырады. Жан-жақты білімді бұл жазушымыздың сөздеріне қарасаңыз, өте сапалы білім алғандығы көрініп-ақ тұр.
бірнеше Еуропа тілдерін жетік меңгерген. Шығармаларын жеңіл, түсінікті, тартымды тілмен баяндайды. Мақалаларына әр заманда өмір сүрген атақты философтар мен қоғам қайраткерлерінің, тарихшылар мен әдебиетшілердің сөздерін енгізіп отыратын әдеті бар. Жазған еңбектер үшін Австрия мемлекетінің қомақты қаламақы алып отырады. Негізі ол жаратылысында жаман адам емес, бірақ құмарханалар мен мейрамханаларда сұлу әйелдермен көңіл көтеріп, қайғысыз, қамсыз өмір сүргенді ұнатады. Ал ондай өмір сүру үшін көп ақша қажет. Осы себепті ол қажет болса ақша үшін еш ойланбастан өзінің ары мен намысын да құрбан ете салады. Ол өз аңсаған өмірге ар намысын жоғары ұстап жүріп те жетуге болатынын ойламайды. Оны ойлау үшін адамның бойында рух тазалығы болу қажет. Өкінішке орай, ол біздің жазушымыздың бойында көрініс таппаған. Себебі ол Австрия университетінде білім алып, сол кездің танымал саясаткері Меттерничтің сұрқия саясатымен уланған. Меттернич өзінің саясатта сұрқия амалын халықтың бойына сіңіре отырып, бүкіл Еуропа жұртының тәрбиесін бұзған сарай түлкісі. Оның ойынша өз мақсатына жетудің бір ғана жолы бар, ол пара беру. Тіпті Меттерничтің тұсында қайбастық қанша пара алатынын алдын ала біліп, сұрастырып отыратын секретарлар пайда болған. Осылайша пара алып беру күнделікті үйреншікті жайтқа айналған. Қоғамда түрлі келеңсіздіктер бой алып, жастарға үлгі боларлық тұлғалардың өзі дүниелік пайданың соңына түскен. Осылайша ертеңгі күнге мақсат мұраты жоқ, рухани ашкөздікке душар болған жастар көбейе бастады. Міне, осындай қоғамның жазушысы болған біздің кейіпкеріміз де Шиллер сынды адами қасиеттер мен сұлулықты, турашылдықты ту еткендерді мүлде түсінбейтін. Немістерді жақтап, словактарды жамандау оның бар өмірінің мәніне айналды. Оның бұл қателіктерін бетіне айтқан адамдарға мен ең мықты жазушымын, мен шебер жаза алмасам, немістер маған мұншалықты көп ақша төлемес еді дейтін. Яғни ол жасап жүрген ісінің дұрыс екендігіне өзін шүбәсіз сендірген. Снелман Берлинге барған кезде әлгі жазушымен танысады. Снелман бұрын-соңды оның ешбір шығармасы немесе мақаласын оқымаған, тіпті атын да естімеген. Берлинде фин және словакиялық бұл екі қонақтың құрметіне немістердің тілімен айтқанда мәдениеттің жаршыларына арнайы дастархан жайылады. Бас қосудың соңына қарай адам аяғы басылған сәтті пайдаланып, Снелман словакиялық мәдениеттің жаршысын әңгімеге тартады. Снелман оған ұлт мәдениетінің өркендеуі жолында қызмет ететін адам барынша шынайы және рухы таза болу қажеттігін айтады. Снелман: мысалы біздер фин халқы әдебиеттің ең дамыған сатысына қол жеткізгенімізге кәміл сенеміз. Сол үшін тынбай еңбектеніп жатырмыз. Финляндияда болашақта білім ошағы салынбаған бірде-бір елді мекен қалмайды. Қажет болса, балықшының күркесінде білім нұрымен айдындатамыз. Сөйтіп, бүгінгі бөбектерімізден ертеңгі күні білімді, рухты, көзі ашық, жалындаған жастарымыз өсіп шығатын болады. Егер туған халқың надан, мәдениетсіз болса, оны сынап мінеудің орнына мәдениет пен өркениетке баулып, халқыңа адал қызмет қылу керек дейді. Алғашында Снелманның сөздерін амалсыздан тыңдап отырған жазушымыз бірте-бірте оның айтқандарынан қатты әсерленіп қоштасарда, мен сізбен өте кеш танысқаныма өкінемін, деп қолын қысты. Снелман Суомиге оралған соң арада 20 шақты күн өткенде хат алады. Хатта: сенің сөздерің маған қатты әсер етті, рухымды тербеді. Осы күнге дейін жасап келген істерімнің дұрыс болмағанына көзім жетті. Енді бұлай өмір сүре алар емеспін. Өзімнен қатты жеркенем, ождан азабына шыдай алар емеспін. Жанымды қоярға жер таппай өмірмен қош айтысуға бел будым, деп жазылған. Снелман хатты жазған адамның қолтаңбасын тани алмады. Оның үстіне аты жөнінде жазбапты. Арада бір ай өткен соң Снелман Виана газетіндегі хабарды көріп, көзі шалып қалады. Онда атақты жазушының өмірден озғаны туралы жазылыпты. Осы хабарды оқыған сәтте ғана Снелман өзіне келген хатты кімнің жазғанын түсінді. Арада біраз уақыт өткен кезде дәрігерлер, мұғалімдер мен дін қызметкерлері халықпен етене араласып, алған әсерлерін, ой толғамдарын баспасөздерге жариялай бастады. Кейбірі кішігірім кітап қылып басып шығарды. Осындай шығармалардың арасында ауыл дәрігерінің естеліктері және ауылдағы поптың естеліктері деген кітаптар халықтың назарына ілікті. Бұл екі кітап қоғамда түрлі қарама-қайшы пікірлер туғызып, елді елең еткізген ерекше құбылыс болды. Біреулер туған халық үшін жүрегі сыздап, оның болашағына үлес қосқысы келген барлық адамның жастанып жүріп оқитын кітаптары десе, енді біреулер бұл кітаптарда жазылған қып-қызыл өтірік,
бұл фин ұлтына жабылған жала, деп кітаптарды да оның авторларын да жерден алып жерге салды. Шын мәнінде бұл екі кітапта финдерге қалың ұйқының құрсауынан шығып, сілкініп, рухани ояну қажеттігін айтып жар салды. Себебі бұл екі кітапта халықтың мүшкіл жағдайын боямасыз суреттей отырып, тез арада шара қолданбаса, бүкіл бір ұлттың жоғалып кету қаупі барын ескертеді. Кітап оқығандар, 1 миллион бауырымыз мынадай адам төзгісіз өмір сүріп жатқанда қол қостырып қалу жарамайды десе, енді бірі құдайым-ау, мына кітаптарда жазылғандар рас болса, отандастарымыз адам төзгісіз өмірге қалай шыдап келген? Екі аяқты жануар сияқты күн кешіп жатқандар бар екен ғой. Олардың өмірі Дантенің суреттеген тозағынан да бетер ғой. Жарайды, Дантенің шығармасындағы адамдар осы өмірде жасаған күнәларының өтеуі ретінде тозаққа түседі. Біздің отандастарымызды мына жарық дүниеде жүріп тозаққа түсетіндей не істеп қойды? Олардың күнәсі не? Ол аз десеңіз, Дантенің шығармасындағы тозақта күн кешетін адамдар жай ғана автордың ойынан шығарылған кейіпкерлер ғой. Ал біздің отандастарымыз және олармен болып жатқан жайттар ащы да болса шындық. Халық дәрігері. Бір ауыл дәрігерінің естеліктері деп аталатын шығарманың авторы алғаш қызметін бастаған күннен бастап күнделік жазады. Күнделігінде медицина университетін қалай бітіргені, қызмет орнына қандай дайындықпен барғаны жайында баяндайды. Дәрігердің балалық пен жастық шағы кедейлікпен өткен, ол аздай қызметті бастаған алғашқы күннен-ақ өзі куәгер болған жағымсыз жайттардан шоши бастайды. Алғашында ол көргендерін түстеп ойлап, өмірдің ащы шындығын мойындағысы келмейді. Қызмет бабында көрген жайттар оған бірнеше мың жыл бұрынғы ескі заманды есіне түсіреді. Бәлкім бұл жер еліміздің ең артта қалған қыстағы шығар, деп ойлап өз-өзін сабырға шақырады. Бірақ басқа аудандарға барып ол жерлерде де жағдайдың мәз емес екенін көріп, тіпті кейбір жерлерде өзі жұмыс істейтін жерден де сорақы жайттар орын алып жатқанын көріп көңілі құлазиды. Ол барған жерлердің тұрғындары іргетасы тастан жасалған, қалай болса солай салынған баспаналарын паналайды екен. Бұл үйсымақтардың есіктері өте төмен, терезелері жоқ. Есіктердің арасы дұрыс жабылмағандықтан сырттан уілдей соққан жел де, борай жауған қар да үйге кіріп, онсыз да суық үйді онан сайын суыта түседі. Жаңбыр жауа қалса төбелерінен шөлмектеп су ағады. Бұл жерлерде әйнек оңайлықпен табылмайтындықтан терезенің орнына қалдырған тесікке майлы қағаз жапсырылады, немесе ақ шүберекті шегемен керіп қағып тастайды екен. Табылып жатса, шүберектің орнына тер қағады. Ешнәрсе қағылмаған ашық терезелер де кездеседі. Бөлменің бір бұрышында тас пен топырақтан жасалған пеш орын тепкен. Пешке от жағылған кезде бөлменің іші көк түтінге толып, қолқаны удай ашытып, көзден жас сорғалайды. Түтін үйдің төбесіндегі болар-болмас тесіктен шығып, тазарғанша үйдегілердің үсті-басы күйелеш болады. Ауыл адамдары бір киіммен жұмыс істеп, тамақ ішіп, күн батқанда сол киіммен ұйқыға жатады. Айлап, жылдап монша көрмейді. Кір-қоңдарында жууды әдетке айналдырмаған. Үсті-бастарының бәрі беттеп, бүргелеп кеткен. Ауыл адамдары көбінесе тыныс жолдары аурулармен ауырады. Мезгілінде емделмеген соң ауру асқынып, өкпе ауруына шалдығады. Су ішетін құдықтары әжетханамен қатар орналасқандықтан ауыз суда түрлі жұқпалы дерттердің ошағы өріп жүреді. Әсіресе іш сүзегінен көз жұмғандар көп. Балалар арасында қызылша, желшешек сияқты жұқпалы індеттер өршіп тұр. Мыңдаған бала осы аурулардың салдарынан өмірге келмей жатып қош айтысады. Халықтың күнделікті тамағы да мәз емес, өте нашар, қуатсыз. Финдер алаңсыз ішкілікке салынып кеткен. Ел арасында саңырау, мылқау, зағип жандар мен жарымжан туылғаннан ақылынан адасқандар өте көп. Өзі куәгер болған осы жайттарды дәрігер күнделігінде былайша сипаттайды. Ауылға кірген сәтте бойыңды қорқыныш билейді. Адамдардың төмен тұрмысын көріп, өзіңнен, қоршаған ортадан, қоғамнан, өз-өзіңнен қуыстанып, ұялып, кірерге жер таппайсың. Бұл жерден алыста театр, концерт, жазушы, өнер адамы, парламент, білім академиясы, тағы да басқа бар дегенге сенгің келмейді. Себебі бұл жерде мыңдаған адам тозақта өмір сүріп, дүниеден өтіп жатыр. Мәселен, ауылдың бір ғана үйінің көрінісін алайық. Ыза тепкен топырақтың үстінде қызылшаға шалдыққан 3 бала қызулары көтеріліп қиналып жатыр. Бөлменің бір бұрышында осы балалардың аналары толғақ қысып дүниеге тағы бір нәрестені әкелгелі жатыр. Ол бейбақтың ауырып жатқан 3 баласына қарауға шамасы қайдан келсін? Енді бір бұрышта болса, осы үйдің отағасы. Балалардың әкелері араққа сылқия тойып, өлердей мас болып езіліп жатыр.
Маскүнем әкеге ұялмайсың ба? Намысың қайда? Отбасыңда осыншама дерт пен азап қатар келіп жатқанда мына түрің не? Десең, мықты болсаң сен де менімен бірге осы жерде тұрып көр. Біздің өміріміз өмір емес. Бұл жерде арақ ішпей сау жүріп күнелту мүмкін емес. Сол үшін ішемін, деп жауап қайтарады. Келесі үйшікте де бұдан да өткен сорақы көрініске тап боласыз. Аналарының ауруы әбден асқынып кеткен, туберкулезден қан құсып өлім аузында жатыр. Басын жастықтан көтеруге шамасы жоқ. Әкелері іш сүзегіне шалдыққан. Ыстығы көтерілгендігі соншалық сандырақтап жатыр. Үйдің іші сұп-суық. Жылытқыш деген атымен жоқ. Әкесі мен шешелерінің ортасында біреуі 1 жаста, екіншісі 2 жасар бала жатыр. Екеуі де тамақтанбағандықтан сүйектері ғана қалған. Анда-санда әлсіз ғана қимылдайды. Құдды бір тірі өліктерсің. Көршілердің ешқайсысының бұлармен ісі жоқ. Көмек қолын созуға ниеттер де жоқ. Әркім өз үйінде өз дертімен әуре. Мемлекет іш сүзегі, қызылша сияқты жұқпалы дерттер күрт көбейген кезде ғана ауыл адамдарына екпе егу үшін 1-2 дәрігер жібереді. Халық оларға бұл екпелерді балаларға неге салып жатырсыңдар? Балаларды емдегенше үлкендерді емдеңіздер, дейді. Себебі отбасының күнелтуі үшін үлкендердің аман қалғаны дұрыс деп ойлайды. Ауыл адамдарының барлығы түрлі ауруларға шалдыққан. Бірінің көздері іріңдеп кеткен, енді бірі қатерлі ісікпен ауырады. Осы көріністерді көріп тұрып өмірден түңіліп кете жаздайсың. Ақыр соңында әбден сілелеп шаршаған кезде әлгі маскүнем еркектің айтқандай, мынаның бәрін көрмес үшін я араққа сылқия тойып мас болғың келеді, немесе тұншығып өлгің келеді. Осы естеліктерді жазған дәрігер қалада тұратын адамдарға, саясаткерлерге, білім мен өнер адамдарына, баспасөз қызметкерлеріне үндеу жолдайды. Мырзалар, қашанға дейін халықпен тығылмақ ойнайсыздар? Әрдайым отансүйгіштік, ұлтқа қызмет ету, ұлт махаббаты, мәдениетке қызмет ету турасында сөз қозғайсыздар. Бірақ ұлт үшін, отан үшін, мәдениеттің өркендеуі үшін не істеп жатсыздар? Кейбірі миллиондарын жымқырып, отанымыздың қазынасына қол салып жатыр. Енді бірі баспасөздерде, мектептерде, университеттерде қызмет жасап жүр. Ал еліміздің шалғай жерлерінде болса, миллиондаған адам іріп-шіріп маскүнемге айналып жатыр. Солармен бірге ұлтымыздың іргетасы да шіріп жатыр. Әлі де уақыт барда туған өлкемізбен, туған халқымызды құтқарайық. Халықпен етене байланысқа шығып, олардың арасына кіріп, сырқаттарынан сауықтырайық. Балалардың сауатын ашып, дұрыс тәрбие берейік. Оларға үйді қалай салу керектігін және оны қалай таза ұстау керектігін үйретейік. Халықтың денсаулығын қадағалап, оларды құрғақ және жылы баспанамен қамтамасыз етейік. Оларға адам сияқты өмір сүруді үйретіп, көмек қолын созайық. Дәрігер күнделігінің соңында мемлекет үлкен бір отбасы, оның әрбір мүшесі біздің бауырларымыз. Төменгі топ өкілдерінің үлкен қателері бір кездері жіберген жоғарғы топ өкілдерінің болмашы қателерінің нәтижесі, деп өз ойын қорытындылаған. Дәрігердің күнделік стилінде жазған шынайы өмірді бейнелеген бұл кітабы әдеби орталарда түрлі пікірлер туғызғанымен, кітап көпшіліктің ықыласына бөленіп, мақсатына жетті. Финляндияның медицина саласының барлық ұжымдарында бұл кітап ерекше талқыланатын болды. Әкімшілік қызметкерлері болса, кітаптағы айтылған мәселелерді зерттеп, бір кездері жіберген қателіктерін жөндеу үшін түрлі шараларды қолға ала бастады. Бұрындары бейхабар болған қарапайым халықтың мүшкіл халымен етене танысып, оларға түсіністікпен қолдау көрсетті. Олар партия жиналыстары мен жеке бастың дау-дамайларын бір шетке ысырып қойып, ұлттың денсаулығын шыңдаудың жолын іздестіре бастады. Мемлекет бойынша туберкулезге шалдыққандардың және аурудың осы түрінен көз жұмған адамдардың саны анықталды. Бір жылдың ішінде іш сүзегін жұқтырғандар, ауыр тұрмыстың салдарынан аштықтан өлген балалардың саны, тіс ауруынан зардап шеккендер мен мүгедектердің саны нақты болды. Бұдан басқа да алкогольдік ішімдік алуға кеткен ақшаның көлемі есептелді. Маскүнемдіктің кесірінен болған ұрыс-керіс, төбелес, адам өлтіру, өрт, ұрлық жасау фактілері де анықталды. Зерттеу нәтижесінде жинақталған көрсеткіштер адамдардың төбе шашын тік тұрғызды. Себебі бұл көрсеткіштер ащы болса да шындықтың бетін ашып, әр адамның бойында бұл жағдайға қарсы күресу қажеттілігін ояндырды. Мемлекет аудан және облыс орталықтарынан дәрігерлерден арнайы топ құрды. Тіс дәрігері, педиатрлар мен гинекологтар бірігіп барлық шалғай аудандарды аралады. Олар барған жерлерінде науқастарды емдеп, жазып, халыққа жеке бас гигиенасы мен ана мен бала денсаулығын күтудің жолдарын үйретті.
Арада бірнеше жыл өткен соң ауыл тұрғындарының тұрмыстары жақсарып, бұрынғы әдеттерінен айығып, шын мәнінде адами өмір сүрудің салтын меңгерді. Ертедегі мал қораға ұқсайтын үйшіктердің орнына жылы да жайлы баспаналар салынды. Олар таза, жылы киім кие бастады. Мемлекеттің қолдауымен адамдарды сапалы киіммен қамтамасыз ету үшін жер-жерде киім-кешек, қыстық пальто, іш киімдер шығаратын фабрикалар іске қосылды. Бұл киімдердің барлығы тек сапалы өнімнен тігіліп, халықтың мүмкіндігіне қарай арзан әрі қолжетімді бағада сатыла бастады. Ауылдарда бұл киімді кигендер бір мерекеге келгендей көпшіліктің назарын өзіне аударатын. Осылай бірте-бірте жазда киімсіз жалаңаш жүрген адам көрінбейтін болды. Жөтел, бронхит, суық тию сияқты сырқаттар азайып, біртіндеп жоғалды. Туберкулезден өлген адамдардың саны 2 есе азайды. Балалар өлімі тоқтады. Көптеген жұқпалы дерттерден халық сауығып, уақыт өте келе ондай ауру түрін ұмыта бастады. Әйел аналардың денсаулықтары да жақсарып, дүниеге бала әкелу көрсеткіші жоғарылап, дені сау нәрестелер туыла бастады. Жұмыс істейтіндер саны артып, халықтың тұрмысы түзелді. Осылайша Финляндия қарқынды дами бастаған тұста мемлекеттің медицина саласына өлшеусіз үлес қосқан дәрігер дүниеден озды. Туған ұлтының денсаулығы үшін жанын салып күрескен дәрігердің қазасы күллі фин халқы үшін ауыр соққы болды. Сүйікті дәрігерлермен соңғы рет қоштасу үшін алыстағы ауыл аймақтардан жүздеген өкілдер келіп, жаназаға қатысты. Ауыл тұрғындары жаназаға баратын өкілді жастардың арасынан таңдады. Бұл жас жігіттер ұлт дәрігерінің табытын жоғары көтеріп, қаланың барлық көшелерімен жүріп өтті. Жерлеу рәсімінде ауыл жастарынан бірі көпшіліктің алдына шығып тебіреніп тұрып былай деді: «Біз сені мәңгілік мекеніңе шығарып салу үшін алыс ауылдар мен ормандарды артқа тастап келіп тұрмыз. Бірақ саған жаназаларда қалыптасқандай гүл шоқтарын әкелмедік. Есесіне ауыл адамдары өз қолыңмен баптап кеткен хас бақшаң суым үйдің гүлдерін бізді таңдап, басқаларға үлгі болсын деп осында жіберді. Сен біз үшін ұлтымыздың ең үлкен бағбанысың. Біз сол бақта өсіп шыққан гүлміз. Саған айтарымыз, артыңда алаңдамай, соңғы аялдамаңда деміңді ал. Біз сенің жасап кеткен еңбегіңді аяқсыз қалдырмаймыз. Сен туған халқыңның нағыз дәрігері бола білдің. Жүздеген ауыл адамдарының дертіне дауа іздеп, сырқаттарынан айықтырдың. Ұлтымыздың бойына жан бітіріп, қайта тірілтіп күш-қуат бердің. Туған өлкеміздің келешегіне қалтқысыз қызмет ететін қаһармандарды шығардың. Бізге өмір сүрудің жолын көрсеттің. Туған халқың саған арнап еңселі ескерткіш орнататын болады. Сен мұндай құрметке шын мәнінде лайықсың. Бірақ саған қойылған нағыз ескерткіш ол мына біздерміз. Біз ұлттың жаңа өмірге басқан қадамының көрінісі, әрі осы жаңашыл өмірдің жаршысымыз. Ер демей, әйел демей, бәріміз де фин халқының арда туған азаматтарының отанға адал қызмет ету жолындағы бір-бір жанды ескерткіштеріміз. Уақыт өткен сайын тұрмысы түзелген туған халқыңның жүрегінде сенің атың алтын әріптермен жазылатын болады. Сен Цезарь да, Наполеон да емессің. Ешкімнің жеріне көз тіккен жоқсың. Бір тамшы қан тамызбай, отанымызға мыңдаған жаңа қуатты және еңбекқор күшті сыйлап кеттің. Туған ұлтының денсаулығы мен жарқын болашағы үшін бүкіл саналы ғұмырын сарп еткен қаһарман ұлдың аты мәңгілікке өшпеуі тиіс.